Бүгін керемет қызылша мен сәбізден салат жасайтын боламыз. Барлығын теркадан өткізіп аласыздар. Және қызылшаны да дәл солай теркадан өткізіп аламыз. Дайын болған қызылша мен сәбіздің үстіне бір ас қасықпен бір қасық тұз саламыз. Сосын міндетті түрде қолымызбен осылай араластырып алатын боламыз. 2 түйір чеснокты осылай үккіштен міндетті түрде өткіземіз. Енді бетіне кішкентай қасықпен 1,5 қасық қант саламыз және приправа для моркови және паприка қосамыз. Міндетті түрде кішкентай қасықпен 1 қасықтай салғандарыңыз дұрыс. Содан кейін қара бұрышты салып аламыз. Мен жарты қасық салдым және кішкентай қасықпен 1 қасық уксус қостым. Байқап тұрғандарыңыздай шемішке майды қыздырып барып саламыз. Дауысы шығып жатыр. Міне қыздырып алғаннан кейін барып бетіне құятын боламыз. Салатымыз дайын болды. Осылай әдемілеп тұрып араластырып аламыз. Салатты ұсынуға қойсаңыздар болады. Достар, менің видеом сіздерге қайта-қайта шығып тұру үшін сіздер маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Және алда қандай тамақ салғанды қалайсыздар жазып кетсеңіздер болады.